Баршаңызға сәлем бердім. Бүгін біз ең жылдам дайындалатын әрі өте дәмді жұп-жұмсақ кекс дайындаймыз. Осы рецептпен сіз де міндетті түрде дайындап көріңіз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа жұмыртқаны шағып аламыз да үстіне қантты салып миксермен аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Жұмыртқа осылай екі есеге ұлғайып аппақ болып көпіргеннен кейін оның үстіне сүт пен сұйық майды және қопсытқышты салып жақсылап араластырамыз. Және електен өткізілген ұнды 3 мәрте бөліп лопатаның көмегімен төменнен жоғары қарай біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Консистенциясы осындай болуы қажет. Енді осы дайын болған қамырды кекстің формаларына құйып шығамыз. Қамырды формаларға құйып болғаннан кейін противенді осылай төменнен жоғары қарай бірнеше мәрте сілкейміз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут қызарғанша пісіреміз. Міне біздің кекстеріміз пісіп дайын болды. Қараңыздаршы, өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.